Мына 9 сынып оқушылары сөздеріміз қазақ әдебиеті пәні бойынша нөмір 2 қошақаны бірлесіп орындайтын боламыз. Бұл бөлімде сіздер мәңгілік ел, мәңгілік мұрат бөлімі бойынша әлі оқуды жалғастырып жатсыздар. Яғни Қажығали Мұхамедқалиевтің тар кезең романын әлі оқып жатқан боларсыздар. Осы бойынша сіздерге мынадай екінші КЖБ тапсырмасы келіп тұр екен. Бұндай бір ғана тапсырма Қажығали Мұхамедқалиевтің тар кезең романы қазақ әдебиетінде қай шығармаға ұқсас болып келеді? Өзіңіз білетін шығармалармен салыстыра талдап шағын сыни мақала жазыңыз дейді. Бұл сұрақтың жауабын мына қызыммен ерешелеп белгілеп қойдым. Аз ғана мәтін жаздым. Осы мәтінді дұрыс жауап ретінде сіздерге ұсынып отырмын. Енді қараңыздар балалар. Былай мәтінді бастадым. Қажығали Мұхамедқалиев тар кезең романы қазақ әдебиетінде Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесі, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясымен үндес келеді. Аталған шығармаларда еліміз бастан кешірген қилы-қилы кезеңдер, белгілі тарихи тұлғалардың бейнесі баяндалады. Бұлар ұлттың рухын түлеткен шығармалар. Мысалы, «Оян тұрар» деп басталатын Қызыл жебе қазақ халқына «Оян халқым» деп үн қатқандай басталатын. Қызыл жебе қазақ халқына «Оян халқым» деп үн қатқандай. Ал тұрар бейнесімен қоса біраз тарихи тұлғалар романда көрініс табады. Ал тар кезеңде ел басына күн туғанда Нарал ханның тығырыққа тіреліп шығатын жол таба алмай отырғанда қазақтың батырлары мен билері келетіні суреттеледі. Тарихи шығармалардың қайсысын алсақ та, ұлт азаттық көтеріліс, патша үкіметінің озбырлығына, саясатына қарсы шығу тақырыбы сөз болады. Міне осындай сіздерге жауапты ұсынып отырмын. Өздеріңіз қосамыз десеңіздер қосыңыздар. Осымен КЖБ тапсырмасының сұрағы аяқталды. Соңғы сұрақ. Жақсы, сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.